Сәлеметсіздер ме достар? Қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем. Олай болса, демалыс күнімізде отбасымызға арнап керемет дәмді торт пісіріп бермедік пе? Жасалу жолы оңай, жұмсақ, тәп-тәпті болып шығатын торт әзірлейік. Олай болса бастайық. Бізге 6 жұмыртқа, ұн 230 грамм, секер 200 грамм, жарты қасық тұз 30 миллиграмм, сұйық май, қопсытқыш 1 қасық. Алдыменен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп соғамыз. Соғып тұрып, бөліп қантымызды салатын боламыз. Міне жұмыртқамызды ақ көбікке айналдырып соғып болдық. Ендігі ішіне тұзымызды, қопсытқышымызды салып, бір жақсылап былғап аламыз. Одан кейін ішіне сұйық майымызды құйып араластырып, ұнымызды сүзгіштен өткізіп, бөліп салып тұрып араластыратын боламыз қолымызбен. Қалған ұнымызды түгел салып, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Ыдысымызды алып, менде 22 диаметр ыдыс. Соның ішіне сұйық қамырымызды түгелдей саламыз. Қызып тұрған пешімізге 170-180 градусқа пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз пісті. Оның піскенін піспегенін ағаш салып тексеретін боламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай қамыр жабысқан жоқ, демек пісті деген сөз. Фольгамызды ыдысымыздан суытып, тортымыз суып болған соң фольгамызды алып, пышағымызбен жан жағынан кесіп, абайлап, формамыздан шығарып аламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, тортымыз керемет болып 8 сантиметрге дейін көтерілді. Ешқандай отырғанда жоқ. Қамыры жұмсақ, үлпілдек болып, керемет болып пісті. Тура 8 сантиметр болды. Қамыры жұмсақ, үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Ендігі тортымызды 3 бөлікке бөліп кесіп аламыз.
Міне тортымызды 3 бөлікке кесіп алдық. Енді ортасына жағатын салмамызды әзірлейміз. Бізге ол үшін қант ұнтағы 300 грамм, 250 грамм творожный сырымызды салып, және де 500 грамм сливкимізді саламыз. Миксермен жақсылап тұрып, қоюланғанша қант ұнтағын салып тұрып, қоюлататын боламыз. Енді ыдысымыздың астына азғантай кремімізді жағып, бірінші коржымызды салып бастаймыз. Үстіне коржымызды қойып, жұмсақ болу үшін үстіне кесочкамен қарапайым сүтті жағып шығатын боламыз. Бұл коржымызды одан да жұмсақ, одан да дәмді қылады. Кремімізді жағып, біркелкетіп, әдемілеп жағып шығамыз. Солай 3 коржымызды да сөйтіп қайталап істейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай міне тортымызды жинап болдық. Соңғы бетін жағатын боламыз. Бетіне кремімізді әдемілеп жағып, құралымызбен тегістеп аламыз. Қалған кремімізді жан-жағына да жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Жағып, оны да құралымыздың көмегімен тегістеп аламыз. Осылай жақсылап тегістеп, енді бір плитка шоколадымызды алып, 100 мг сүтке ертіп аламыз, суытамыз, және де тортымыздың үстіне әдемілеп жағып шығатын боламыз. Шоколадымызды жағып болған соң тортымызды 1 сағатқа холодильникке салып аламыз. 1 сағаттан кейін алып, қалған кремімізді үстіне қалағанымызша әсемдеп шығамыз. Әркім өзінің қалауынша әсемдейді. Мен азғантай сливки тамызып, ағаштың көмегімен әдемілеп шықтым.
Тортымыз дайын болған соң бір күнге, я болмаса бір түнге тоңазытқышқа салып қойған дұрыс болады. Сонда біздің креміміз бәрі сіңіп, керемет болып шығады. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай тортымыз дайын болды. Керемет. Дәмі, түрі, түсі бәрі керемет болып шықты достар. Әзірлеп көріңіздер, рецептін сақтап алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай ондай қатты қиын емес. Әркімнің қолынан келеді деп ойлаймын. Отбасыңызға пісіріп, бір қуантыңыздар. Ал маған лайк, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар.